Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Бұл өрнек өзі бар болғаны 6 қатарда және 6 көзден тұрады. Мінекей, мынау теріс беті, мінекей мынау оң беті. Мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті тоқып көрейік. Мен мына жерде 12 көз алдым. Және де мына өрнектің тек біреуін ғана көрсететін боламын. 12 көз алдымда мына жерде теріс жағынан 2 оң, 6 теріс, 2 оң қылып тоқып шықтым. Ал кеттік ал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өрнегіміздің бірінші қатары. 2 теріс. Енді мына жерде 1 оң тұр. Мынау бірінші. Енді біз қазір осыдан 2 айналдырып, 2 көз іліп алатын боламыз. Мінекей, біреу, екеу. Мінекей, сосын шамалы тартыңқырап ұзындау болу үшін өйстіп шамалы еркіндеу тоқимыз, бостау болып. Келесі 4 оң, 2, 3, 4. Мінекей, 4. Және де мынау 6-шы оңды, бұны да дәл жаңағыдай 2 айналдыра осылайынан оңғып тоқимыз. Мінекей. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. 2 оң. Мына жерде мінекей мынау теріс көз тұр. Біз бұны қазір осылайына тартып тұрып босатып жібереміз. Сол кезде мынау ұзын жіп көз болады. Ұзын жіп алда қалады. Біз бұны тоқымай оң білдегешке ауыстыра жібереміз. Енді 4 теріс. 1, 2, 3, 4. Мінекей мынау соңғысы ұзын теріс болады. Бұны біз жаңа 2 қайтара іліп алып тоқыдық қой. Оны қазір біз мынау сол білдекештен ауыстырып жіберіп, мінекей ұзын көз болып шығады. Ұзын жіп алда қалады. Бұны да біз қазір тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ең соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 теріс. Біз мынау жаңағы ұзын көзді біз тоқымай тағы да оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ұзын жіп артта қалады. 4 оң. 1, 2, 3, 4. Мұна ұзын көзді біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ұзын жіп артта қалады. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатар. 2 оң. Біз мына ұзын жіпті тағы да біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ұзын жіп алда қалады. 4 теріс. 1, 2, 3, 4. Соңғысы мына ұзын жіп, бұны біз тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ең соңғысы 2 оң. Осымен өрнегіміздің 4-ші қатары аяқталды. Енді 5-ші қатар. 2 теріс. Енді қазір біз мына ұзын көздерді біз мына ортаға қарай ауыстыратын боламыз. Ол үшін біз қазір мынау мінекей мына 2 оңды, ұзын жіптен кейін мына 2 оңды, мына ұзын жіппенен екеуінің орындарын ауыстырамыз. Сөйтеміз да, бұларды біз оңғы тоқимыз. Мына ұзын жіпті де оңғы тоқып жібереміз. Мінекей. Енді біз мына жақта, мына ұзын шеттегі сол жақтағы ұзын жіпті мына ортаға алып келеміз. Ол үшін мінекей мына 2 оңды екеуінің орындарын ауыстырамыз. Сөйтеміз да, бәрін оңғы тоқып жібереміз. Мінекей.
Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. Енді 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Осымен 6 қатарымыз аяқталатын болады. Мінекей, өрнегіміздің 6-ші қатары аяқталды. Мінекей, өрнегіміз мінекей шықты. Енді тура 1-ші қатардан бастап қайттан дәл осылай қайталайтын боласыздар. Мінекей, сол кезде мінекей осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.